Қазақстан мен Мажарстан құны 600 миллион доллардан асатын бірлескен жобаларды жүзеге асырып жатыр. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Мажарстан президенті Тамаш Шуекпен жүргізген келіссөзі кезінде мәлім болды. Биыл екі ел арасындағы сауда-саттықта біраз өскен, енді Қазақстан нарығына Мажар елінің ірі компаниялары кіруге ниет білдіріп отыр. Түбі бір бауырлас елдердің басшылары Ақордада тағы қандай мәселені талқылады? Шерхан Жамбылұлы тарқатады. Былтыр қарашада Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тамаш Шуек Будапештте кездесіп, екі ел ынтымақтастығының жаңа қырларын талқылаған. Енді міне араға жыл салмай Мажарстан президенті Ақордаға келіп отыр. Қос тарапта түбі бір тамырлас халықтар арасында байланысты бекемдеуге бейілді. Дунай мен Алтай арасы алшақ болғанымен Астана мен Будапешт арасындағы байланыс берік әрі сенімді. Екі ел қарым-қатынасына ғасырлар қойнауынан жалғасқан тарихи бауырластық негіз болып отыр. Сіздің бұл алғашқы ресми сапарыңыз ынтымақтастығымызды нығайту тұрғысынан өте маңызды оқиға. Мажарстан біздің егемендігімізді алғаш мойындаған еуропалық мемлекеттердің бірі, ал Будапешт ресми дипломатиялық миссиямызды қабылдаған бірінші еуропалық қала. Сондықтан сіздің еліңізбен көптеген саладағы тығыз ықпалдастықты қолдаймыз. Екі елдің мүддесіне сай келетін бұл үрдіс жалғасын табатынына сенімдімін. Сол себепті біз саяси экономикалық байланыстарды одан әрі кеңейтуге барынша күш саламыз. Мажарстан парламенттік ел, негізгі билік премьер-министрдің қолында. Дегенмен президенттің де ықпалы үлкен. Тамаш Шуек бұл сапарға ерекше мән беріп отырғанын айтты. Халықтарымыздың достығы ғасырлар қойнауынан тамыр тартады. Қазірде саяси қарым-қатынасымыз өте жоғары деңгейге жетті деп ойлаймын. Экономикалық байланыстарымызда қарқынды дамып келеді. Қос мемлекет арасындағы ықпалдастықтың болашағы зор. Біз көптеген жобалар мен бастамаларды бірлесе іске асыруды жоспарлап отырмыз. Қазақстан мен Венгрия арасындағы ресми дипломатиялық қатынастарға биыл 33 жыл. Былтыр екі елдің сауда-саттығы 200 миллион долларға жеткен. Биыл бұл көрсеткіш тағы 22%-ға өсіп отыр. Бүгінде Қазақстан экономикасына 400 миллион долларға жуық инвестиция салған 35-тен аса мажар компаниясы жұмыс істеп жатыр. Біз қазірдің өзінде ауыл шаруашылығы, жаңартылатын энергия, денсаулық сақтау, логистика мен қаржы салаларында 607 миллион долларға бағаланатын 20 бірлескен жобаны іске асырып жатырмыз. Қазақстан нарығына Венгрияның ең ірі OTP банкі кіруге ниетті. Қазір келіссөз жүріп жатыр. Ал Қазақстан Мажарстанға құны 700 миллион доллар болатын 95 түрлі тауарды экспорттауға дайын. Таяуда қос елдің ортақ жобаларын қаржыландыратын инвестициялық қор құрылмақ. Әлеуеті 100 миллион евро. Мажарстанның ең үлкен телекоммуникация ғарыштық серіктік саласындағы үлкен технологиялық IT компаниясы 4iG компаниясының осыдан бір ай бұрын Қазақстанға сапар өтті. Сол сапар барысында Қазақстан ғарышпен спутник серік ортақ жобасын бойынша Қазақ Телекоммен ортақ жобалар жасау және қорғаныс саласында ортақ жобалар жасау бойынша алғашқы келіссөздер басталды. Тараптар мәдени-гуманитарлық ықпалдастық мәселелеріне де мән берді. Президент жыл сайын еліміздің 250 студенті мажар университеттерінде оқитынына тоқталып, білім алмасудың маңызын атап өтті. Сонымен қатар отандық жоғары оқу орындарында мажарлық студенттер мен зерттеушілерді көптеп қабылдауға дайын екенін мәлімдеді. Ал Тамаш Шуек Қазақстанмен байланысты дамыту Мажарстанның сыртқы саясатындағы басым бағыттың бірі екенін айтты. Alapok szilárdak, emellett Экономикалық ынтымақтастықтың аясы кеңейіп келе жатыр. Ал мәдениет пен білім саласындағы ықпалдастығымыз көп жұртқа үлгі. Бұл артық айтқандық емес. Қазақстанмен байланысымызды стратегиялық тұрғыдан маңызды деп санаймыз, әрі жоғары бағалаймыз. Қазіргідей дағдарыс кезінде шығыс пен батыс арасындағы ынтымақтастық айрықша мәнге ие бола бастады. Қос ел арасындағы қарым-қатынасты дамытуға қосқан үлесі үшін мемлекет басшысы Мажарстан президентін достық орденімен марапаттады. Мажарстанның президенті Тамаш Шуек бірінші дәрежелі достық орденімен наградталады. Қазақ халқы мажар елімен орнаған ерекше қарым-қатынастарды қашанда үлгі тұтады, қастерлейді. Бүгінде сан қырлы екіжақты ықпалдастық бұрын соңды болмаған деңгейге жетті.
Екі елге ортақ меже өзара сауда көлемін 1 миллиард долларға жеткізу. Сол себепті келіссөздер барысында сауда мен инвестиция, энергетика және атом саласы, көлік логистика, қаржы, цифрландыру мен жасанды интеллект бағыттарындағы ынтымақтастық кеңінен талқыланды. Мемлекет басшылары халықаралық саясаттағы негізгі мәселелер бойынша ұстанымдары ұқсас екенін атап өтіп, көп жақты форматтағы тығыз ықпалдастықты жалғастыруға ниетті екенін растады. Шерхан Жамбылұлы, Бақтияр Омар, Қарагөз Қайырбекова, Президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.